Қазақстан Республикасының халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жазушы, ақын, өмірінің соңғы күніне дейін қазақ халқының өткен өмірін, Октябрь революциясынан кейінгі азат заманының Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Майдан мен тыл адамдарының соғыстан кейінгі коммунизмге қарыштай қадам басқан бүкіл халықтық қозғалысты жырлап жазып, тасқа таңба басқандай етіп кетті. Бір сөзбен айтқанда, еліне бір адамдай еңбек еткен қазақ халқының айтулы қаламгері Хамит Ерғалиевтің туғанына бүгінде 125 жыл толып отыр. Арқалы ақын Хамит Ерғалиев 1916 жылы Атырау облысы Исатай ауданының Новобогат ауылында дүниеге келген. Қазір бұл ауыл ақынның атымен аталады. Ол Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқыған. Ұлы Отан соғысына қатысты. Тұңғыш өлеңдері Гурьевтің облыстық газеттерінде 1936 жылы жарияланды. Хамит Ерғалиев өмірде бұлтақтамай, білтелемей сөйлейтін қандай турашыл болса, өлеңде де шындықты шырқыратып айта білген алдаспан ақын. Хамит ағаның ең үлкен жақсылығы өзінің өлмейтін жыр дастандарын мұраға қалдырғаны. Хамит Ерғалиев 20-дан астам кітаптың авторы. Ақын шығармаларының тақырыбы сан алуан. Ол көптеген өлеңдер, публицистикалық мақалалар, эпикалық поэмалар, прозалық шығармалар жазды. Атырау облысы кітапханасында ақынның туғанына 125 жыл толуына орай қазақтың өлеңдегі бос арланы атты кітап көрмесі жасақталып, оқырман назарына ұсынылды. Ақынның жыр кітаптары 60 жылдары Құрманғазы, Дәуір дабылы, өз көзімен өмірдің жылдар, күн күмбезі 70 жылдары, күй дастан, көбік шашқан, құтты қоныс, санаттағы сарбаз, жанарымда жұмыр жер, ал 80 жылдары, Акно Кумер, Алтын зерең, 3 томдық шығармалары, өмір өрнегі, 90 жылдары, Мемораж, жыр толғау, сонеттер, жақсыдан шарапат, ұлтым дедім, ұлғайттым. Ал 2000 жылдары алтын қалам, өзегім толы ақ жауын, көп томдық шығармалар жинағы, қиын өткен қызығым атты, тағы басқа кітаптары жарық көрді. Тәуелсіздік күні қарсаңында ақынның дүние есігін ашқан жері Атырауда, ақынның өзі жырлап өткен ақ жайықтың бойында өзенге көз тастаған зәулім ескерткіш бой көтерді. Хамит Ерғалиев тек жүйрік ақын ғана емес, сонымен бірге ділмар журналист. Тамаша аудармашы ретінде Пушкин мен Лермонтовтың, Шекспир мен Байрон, Науаи, Беттефи, Маяковский, Расул Ғамзатовтың туындыларын қазақ оқырмандарына жеткізді. Қырғыздың Манас, Қарақалпақтың Қырғыз қызы атты халықтық жырларын қазақшалады. Шекспирдің сонеттерін аударғаны үшін 1996 жылы Британия королевасының алғыс хатына ие болды. Қазақтың алтын қаламгерінің марапаттары: 2-ші дәрежелі Отан соғысы ордені, Еңбек қызыл ту ордені, Құрмет белгісі ордені. 1982 жылы Алтын зерен атты кітабы үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлық табысталды. 1986 жылы Қазақстанның халық жазушысы құрметті атағы берілді. Хамит Ерғалиев тек ақиық ақын ғана емес, ол публицист, қаламгер.
Хамит Ерғалиев 20 ғасырдағы поэтикалық жанрды гүлдендірген бірден-бір эпиктердің бірі. Қаламгердің шығармашылығы оқырман қауымы мен әдеби сынның сыншыл сынынан, биік талғамынан әу бастан ақ кідірмей, мүдірмей өтіп, қазақ әдебиетінде мәңгі өшпес із қалдырды.